Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok-тағы және YouTube-тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай олимпиадалық есептің шешуін көрсеткім келді сіздерге. Мұнда тригонометриялық функцияларға қатысты мына қосындының мәнін табу керек. Тангенс 1 тангенс 2 плюс тангенс 2 тангенс 3 плюс осылай кете береді. Тангенс n минус 1 көбейтілген тангенс n. Біз тек қана мектепте стандарт есептерді шығарғанда тангенс 1 градустан тангенс 89 градусқа шейін мұнда котангенс 90 минус альфа тангенс альфаға тең болатынын ескеріп, тангенс пен котангенстің көбейтіндісі бірге тең болатынын ескеріп, бір шығады деп қысқартып, оңай жолмен оны мектептегі стандарт есеп ол оған ұқсамайды, дұрыс па? А мына көбейтінділер еще қосылып тұр. Мектепте шығарған стандарт кітаптағы алгебра кітабындағы 9 класс есептер ода тек қана көбейту ғой, қосу жоқ. Не қосу? Енді қосуға қатысты онда есептер жоқ. Мына есеп оңай есеп емес көріп тұрса, қалай шығарамыз мында? Енді қосындыны тап дегеніміз қалай түсінеміз? n-нің функциясы ретінде жазуымыз керектен тек қана бірақ функциямен да енді бірнеше функция ғой, дұрыс. Оны тек қана бірақ тангенспен немесе екі немен бөлшекпен бірдеңемен, яғни нақты функция түрінде жазуым керек деп. Сонда n не ғой? n қосындыны онда әрқайсысын есептеп не қыламыз? Қиын болып кетеді десем, нақты тек қана бір ғана функциямен есептелетіндей не қылып жазуымыз керек болса, дұрыс па? Оны қалай не қыламыз? Қалай жазамыз? Бұнда бізде енді мынадай формуланы қолданамыз есеп шығару үшін. Кез келген бұрыштар үшін тангенс альфа минус бета неге тең? Ол тангенс альфа минус тангенс бета бөлінген 1 плюс тангенс альфа тангенс бета. Міне. Осы жерде n натуралсам мұндағы. n натуралсам мұндағы. Енді наның орнына альфаның орнына n, наның орнына n минус 1 сонда ол тангенс 1-ді неге 1 натуралсам, яғни радианмен тангенс n минус n минус 1. Міне. Осыны не қыламыз ғой, міне. Альфаның орнына тангенс n минус тангенс n минус 1. Міне. 1 минус тангенс n минус 1. Міне, осылай шығады, міне, 1 плюс кешіріңіздер. Тангенс n минус 1. Ана жерде не байқап тұрсыз енді? Мынаны алымында тұрған мынау, мынаны жеке мүшесін береді, мынаны, дұрыс па? Мынаны енді мынау бөлшекті аударып, мынау арқылы өрнектей аламыз ғой сонда, дұрыс па? Мынадан қандай қалай өрнектейміз? Мынаны көбейтіндінің қосын. 1 плюс тангенс n минус 1 тең қалай болады мынада? Тангенс 1, мына бөлімге түсіп кетеді, тангенс n минус тангенс n минус 1. Міне. Енді қарайық мына жерде. Мынаны апарып орнына қойып, мынаны қалай болады? Орнына қойсақ, мынаны тангенс n минус 1, дұрыс па? Оның өзін өрнектеуіміз керек. Бұдан қандай шығады? Тангенс n минус 1 неге тең болады? Тең тангенс n минус тангенс n минус 1 бөлінген тангенс 1 минус 1. Осыған тең. Мынаны енді осында апарып қойайық, мынаның орнына енді. Қосындының орнына апарып қойайық. Мынаны таптық қой, заңды екенін бәрін түсіндік, формула арқылы не қылдық. Енді бұны қорықпай орнына қоя аламыз. Яғни, міне мынада қалай? Бірден мына жерде екіден бастаймыз. Тангенс 1 тангенс 2 ғой, дұрыс па? Қалай жасап қойдық мынаны? Біріншіден. Так, мына жерге n-нің орнына 2, тангенс 2 минус тангенс 1, тангенс 2 минус тангенс 1. Су болғасын бар, дұрыс көрінбей қалса кешіріңіздер, осылай болып қалды жағдай. Тақтаның осылай 1 бөлінген тангенс 1, тангенс 1 бәрінде ортақ, минус 1 бәрінде ортақ, плюс осылай сияқты. Тангенс 3 минус тангенс 2 бөлінген тангенс 1. Міне. Осылай, минус 1 осылай кете береді да, міне. Осылай кете береді деген сақта немен аяқталады. Так, бөлшек тангенс n минус тангенс n минус 1 бөлінген тангенс 1 и минус 1. Осымен атты. Енді бөлшектер минус 1 n рет қосылады, сонда n-ді алып тастаймыз мына бөлшектердің ортақ бөлімі ортақ тангенс 1, дұрыс па? Енді алымдарына қарайықшы. Қарайық. Тангенс 2 минус тангенс 1 и тангенс 3 минус тангенс 2 минус тангенс 2 плюс тангенс жойылып кетеді. Ары қарай. Мынадан кейін тангенс 4 минус тангенс 3 и тангенс 3 минус тангенс 3 жойылып кетеді. Аның алдында тангенс n минус 1 минус n минус 2, значит n минус 1 минус n минус 1 жойылып кетеді. Тек қана қайсы қалады? Мынау қалады. Басында қалады, аяғында қалады. Оларды жоятын жоқ қой. Сонда аяқта не болады? Тангенс n минус тангенс 1. А мына 1-ді n рет алсақ минус n. Мына қосынды сонда неге тең? Мынаған тең. Жауап неге тең болады? Мына қосынды бөлшек бөлімінде тангенс 1, алымында тангенс n минус тангенс 1 минус 1. Яғни бұны ықшамдап жазсақ қалай болады мынаны? Ана тангенс 1 бөліп мынау неге тең?
ықшамдап жазсақ анығырақ. Ықшамдап жазайық осындан. Тең, неге тең бір наяққа кетпеді, минус n минус 1. Тангенс n бөлінген тангенс 1 минус n минус 1. Яғни осылай болатын жауап. Мынаны тең деп ықшамдап қалай жаза аламыз? Тең тангенс n тангенс 1 бір наяққа кетіп қалады, минус n минус 1. Міне осыған тең. Мына қосынды, мынаған тең, мына қосынды, мынаған тең. Жауап неге тең мына қосынды? Жауабы мынаған тең екен. Жауабы мына қосындымыздың мәні мынаған тең. Кез келген атып алсам үшін тангенс n бөлінген тангенс 1 минус n тангенс n бөлінген тангенс 1 минус n минус 1. Міне осыған тең мына қосындының мәні. Есебіміз шықты. Видеоны ұнаса лайк қойып парақшама тіркеліңіздер, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.